Ассалаумағалейкум, қалайсыздар көкбұлақ арнасы көрермендері. Бүгін 2 қаңтар 2026 жыл жұма екен. Бүгінде осыдан бір апта бұрын жұма күн сүрген болдым, содан кейін бір апта өтіпті. Жұма күнгі тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын барлықтарыңызға. 2026 жыл барлығыңызға табысты жыл болсын. Кешкі сағат 6-тан 17 кеткен уақыт, күн батып кетті осы жағы. Қойлар бүгін түсте шықты далаға. Таңертең боран бұлт, қар бұрқасын, салқын бұлт, және суық, -10 градустай. Сосын қой шыға алмайтын боласың. Таңертең қораға келсе қойда жатыр екен. Сосын қойға тиіскен жоқпыз. Түскі ас ішіп алып, бірлерде шығарып жібердік. Ол кезде де борап тұр. Қой шыққаннан кейін желде, бұрқасында бәрі де басылды әйтеуір. Сонымен қораға қарай жақында қойып, қораның қарсы тұрмын. Ауылға қарата келатыр жайлап. Жалпы бізде желтоқсан, қаңтар айлары жылы өтетін, ақпан айында суытып кеткен. Биыл желтоқсан айда суық бұлт жегеді. Бірақ алдымыздағы осы қаңтар айында ауа райы болжамында жылы деп көрсетіп қойыпты. Көреміз енді бұйырса. Жалпы қаңтар айда жылы өтетін айлардың бірі бізде. Қатты суық болмайды. Жерде осындай шамал қар бар. Өткендегі қарды келесі күні жаңбыр жауып, тас талқанға ертіп жіберді. Одан кейін күн тұман болды, жел болды. Қайтадан қар жауды. Соңғы бір аптада түрлі ауа райы болып отыр біздің ауылда. Жалпы сол видео түсіргеннен кейін көбінесе жел болып кетті. Негізі алдыңғы күні видео түсіремін деп қойғанмын, онымен жел болды. Кеше де жел. Бүгін де жаңа кешке дейін жел болып, мынау кішкене ішін тартқаны бүгін. Жалпы таңертеңнен бері жел болып тұр. Алдыңғы видеодағы пікірде қалдырған сұрақтарға жауап бере кетейін. Көп адамдар сұрап отыр, үйге тек соғымға бір жаба кіргізесіз ба деп. Жоқ, үйге жалпы соғымға әртүрлі, жалпы көбінесе 3 жабағы, 4 жабағы солай кіргізіледі. Орталарында қой сойылады, ешкі кіргіземіз. Осыдан бір ай бұрын бір жаба кіргіземіз, но өткендегі сойған үйге кіргізген 2-ші жабағы. Бұйырса ертең ақпан айының басында, наурызда тағы бірден солай кіргізіп аламыз. Біз енді бәрін бірге үйге кіргізіп соған, оны сақтауда қиын. Әлекке қалғаннан жылқы үйдің қасында айдап келеміз де, тек керегімізді аламыз ішінен. Кей жылдары түйе кіргіземіз, кей жылдары айғыр. Әртүрлі, бірақ жалпы соңғы жылдары үйге жаба кіргізіп жүрік. Орталарында ісек, серке үйтіп аламыз, кей жылдары бұлай үйтпей кіргізіп аламыз. Сондай әртүрлі. Жалпы тек бір жабағы ол жетпейді ол, бір жылқы. Кейде 3 тай болады, кейде 4 жабағы солай кіргізіледі үйге. Сосын көп адамдар өткендегі түйені қораға қамаған кезде сұрап отыр, түйе тоңбақ болады екен ғой деп. Ол деген өткендегі видеода қораға қамаған, ол тайлақ түйелер ғой, сауылып тұрған. Сауылып тұрған мал болғасын суыққа жатқан болмайды. Желін шығып береді, бір жағынан сүт тартылады. Сол үшін олар қамалған болатын, жабылуының да себебі сол. Сүт тартылып береді, сауылып тұрған мал дейді, тоңса. Сол үшін жабық қораға салып қойдық. Ал былай мына бойдақ түйелер, тайлақты түйе түгел өрісте жүр, қыс бойына үйге келмейді. Осы 2-3 күндікте барып түгендеп кеттік, түгел саны тек 2 құнанша көрінбеді. Олар енді 10 шақты күндей болып қалды, көрінбей қалғанда. Тағы да бір күн ашылса, жер қарайғасын барып қарау керек, бұйыртса, балшық болып кетпесе. Сондай ол деген түйе деген бойдақ түйелер түгел далада жүр. Ешқандай аязға неге де қиналмайды. Былтыр биыл алдыңғы жылы жалпы осы шаруашылық ашылғалы бері бойдақ түйелер өздері далада жүре береді. Оны қыста қолға ұстамаймыз тек. Үйде енді қарап отқан азғантай түйе болсын, жабылып, оны жабыққа кіргізіп қойған жақсы ғой. Сүт тартылмас үшін де. Бұлай бойдақ түйелер далада жүре береді.
минус бізде енді 20 градусқа дейін суытады. Енді одан 25-30 градус болған есімде жоқ ондай. Жалпы минус 20 градусқа дейін суытады. Ақпан айларында минус 20-да бір 2-3 күн тұрады, одан кейін аяқталады. Былай жалпы температура сол қыс бойына 2 градус жылы, сосын 2 градус суық. Плюс 2 мен минус 2-ның ортасында болады көбінесе. Бүгінде де қазір 7-8 градустай суық бар еді. Бүгін салқын күндердің бірі. Күнде ұзарып кеткен сағат енді 6:30-ға жақындап қалды ғой. Күн әлі жарық, енді ұзарай береді ғой бұйыртса. Маусымның 22-сіне дейін күн қысқарып, түн қысқарып, күн ұзарай береді. Өткендегі видеодан кейін тағы да бір тайды тапсырып жібердік. 500 мың теңге болды. Естеріңізде болса, мен бір тайды семірмейді деп жүргенмін. Сол шайдай тұрды ойдың. Қасы еліге жетпепті. Қасы еліге жетпейді. Бірақ шынашақ. Жақсы, өте керемет. Сол 500 мың теңге болды. Қазір енді қорада 3 шаба қалды, сосын бір тай қалды. Сосын бір құнан бар. Құнан деген бұйырса қысыраққа дайындап отқан. Алдымызда қайырлатын қысыраққа салынып кетеді. Міне жаңа 3 шаба деп отырғаным. Бұлардың барлығының жемін шөбін бәрін беріп дедік. Қара сұрсыз мотор торы өткенде соңғы түскен бұл дейтін. Бір 2 демалыстай болып қалды. 2 демалысқа да жете алмай жүрмек екен. Әлі күйі жұқа. Бұл енді тұра береді бұлар әзірше жемге. Жабаған жалпы семіру қиын. 4 ай бес ай тұрмаса қар жинамайды. 4-5 айдың өзінде де қар жинау қиын да жалпы. Ол тортөбел құнан. Ар жағында ғане жирен қасқатай. Антон дейтін айғырым. Сол да негізі дайын тұр, 2 айдан кетті жемделгеніне. Бұйырса әлде де тұра беретін шығар. Осындай. Бұларға бір күн ара 2 күнде 3 күнде шөп береміз де. Жемі күнде 20 килограммдық кебекті таңертең жарысын 12-еуіне, жарысын 3-еуіне салып тастаймыз. Кешке де солай жарысын 3-еуіне, жарысын 2-еуіне сондай 5-40 килограмм жем жеп тұр күніге. Күніге мына екеуі бір қап, ана үшеуі бір қап жем жейді. Өңкей кебекпен жемделіп жатыр. Суды 2 мезгіл қоямыз таңертең кешке. Мынандай суық күндері біз қайта бір суарамыз, су қататын кездері. Су қатпайтын күндері таңертеңде кешкеде құйыла береді. Жалпы жемделіп тұрған мал құрғақ жем жегеннен кейін су болмаса жем жемей қалады. Шөлі қанып болу керек. Міне бүгінде су қатып қалған, мына түсте құйғанбыз. Жаңа да жалпы кешке бір шелек құйдым. Оны ішіп алып, мұздың бетіне құйып тастадым. Осындай жемдерін тауыспаған жем ішінде қалып қойды. Түнімен тауысады бұйыртса. Кешке қарата күн суытып бара жатыр. Телефон ұстаған қолым кәдімгідей. Бүгін түнде минус 10 градус деп тұр. Ауа райы болжамында. Осындай жаңалық ауылда. Сосын кеше таңертең түйелер, сауын түйелер өріске кеткен. Содан келмей қалды кешке. Былай қарап келмеді. Мана түске дейін күн боран болып кетті дедім, көрінбеді. Мал қарайтындай. Жер дейтін бір 200-300 метр жер көрініп тұрды, сосын арғай қарай алмадық. Түстен кейін шыққанбыз. Ол кезде таба алмадық жаңа түйелерді. Әлде де іздеп кетті, жағамыз іздеп кеткен. Бұйыртса ертең тағы да шығамыз. Мен оны қайқетіп болған. Бір сайма, бір жыражық бұл жүлгенің бойына. Бір жылы жер тау ол сияқты жайылып жүру деймін. Таудың астында қарадық, үстінде қарадық. Енді бұна осы жақта бір сай бар еді, терең сай.
теңізек дейтін сай. Сол сайдың ішін қарап өйттік қазір. Соның ішінде баршы болса жақсы болады алса. Боталар дейтін ауылда боздап тұр. Шешелеріңізде бейнелерін. Мына жерде қойлар не жеп жатқанын білмеймін, мынау дейтін малдың аяғымен тапталып қалған жерлер ғой. Қазір қораның есігін ашайын, сосын ары қарай түсірермін кетсе. Қойлар қораға қарады. Келатыр жайлап. Неге тастап кеттім, есік ашып кетіп қалдым. Мынандай мынандай. Мына жақта өткендегі туған қойлар бар. Олардың есігін ашып тастайын. Ішінде жас қозылар бар. Тоңуы мүмкін. Мына өткендегі бордақ бар. Сосын кеше таңертең қой шығарып жатқанда мына қой желдеп қалған екен. Сосын қораға алып қалдық бұны. Бұйырса туу керек енді далада. Ана ауланың ішіне жатады. Қосы қатып қалады деп қазір күнайыз. Сосын алып қалдық. Буаз ғой бұйырса. Олар да жем жерін жеп алды. Жақтың есігін ашып тастайын. Жылы жерге жатсын. Мына жалпы ешкілерді бұйыртса осы наурыз айының басына дейін тапсыру керек. Қазір күйлер жақсы болып қалған. Тапсырып тастау керек. Себебі наурызда қойлар төлеп бастайды, соған дейін қораны босатып қою керек. Ал қошқарлар осы жерде жата береді. Олар да жемдерін жеп алды. Қошқарлардың тұрғандарына қанша болды екен? 3 демалыстай болып қалды ойдым. Қателеспесем. Ай. Күнде қараңғы түсіп бара жатыр. Кеше қарай күн жылынып бітті ме білмеймін. Құда қора жақындамай алды ғой. Маған түсте шығарғанымызда желге қарай шығарамыз. Жүргілері келмей сөйтіп береді. Желді басылғасын оларда жандары жайтады. Қойлардың күйі жаман емес. Шүкір. Өткендегі мұз басқан кезде бір жұқарып кетті. Оған дейін бір керемет еді күйлер. Сол мұзда бір жұқарып алды күйлер. Олардың барлықтары бұйыртса буаз қойлар, тоқылардан басқасы. Алдымызда наурыз айының 5-10-дарынан бастап төлеп бастайды. Жаңағы туған қойлар күйеге астық ашып кеткен қозғашқарлардан ашып кеткен қойлар. Жалпы жылда қыста осылай бір
10-20 қой туады. Олардың салмағы жоқ, бәрі қой жем деп жатырық. Кәрі қойлардың қасына жемге қойып тастаймыз. Жаңа түйе қарап кетқанам, түйені таба алмағам. Көлік үйдің қасына келді. Бұйыртса енді ертең қараймыз. Осымен бүгінгі видео тәмам. Назар салып қарағандарыңызға, тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Аман сау болыңыздар.